Жотан бауырым, ешкім сенбей ма саған? Бір іс бастайын десең, барлығы күлет. Туысқандарың айтсам, барлығы прикол ұстап тастайды. Не істеріңді білмей жүрсің ба? Кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ең бірінші мен пайғамбармын деген кезде, оған ешкім сенбеген. Ең қызығы, туысқандары оған сен өтірікшісің, сен ақынсың, тіпті намаз оқып отырған кезде үстіне шек қарын төгіп, тісін сындырып, бытшын шығарып жүрген бір ғана сөз үшін, яғни оның Аллаға шақырғандығы үшін ғана осы нәрсенің барлығы болды. Бірақ түбінде нәтижесі қалай болды? Қаншама мыңдаған жылдар өтіп кетті. Дәл қазір мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мешітіндемін. Дәл осы мешітте күнделікті миллиондаған адамдар намаз оқиды, және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға сәлем беріп, салауат айтады. Түйін, бауырым, нәтиже тек қана Алладан. Егер де сен Аллаға сенсең, жүрегінде Алла болса, егер Алламен қарым-қатынасың жақсы болатын болса, міндетті түрде жеңіс келеді. Сол үшін көңіл күйіңді түсірме, ең бастысы Алламен қарым-қатынасыңды түзе.